Бисмиллах, ассаляму алейкум рахматуллахи баракатух. Бүгінгі шығарылым ерекше болмақ, себебі бүгін ешқандай менің қаражатым жоқ, қалай кәсіп жасасам болады, қалай табыс тапсам болады, тіпті пассивті кіріс деп айтсақ та болады. Ол бізде сетевой бизнес, желілік бизнес. Сетевой бизнес табысты кәсіптің жаңа мүмкіндігі деп айтатын едім. Дәл бүгін осы сетевой бизнеста жүрген жандарға осы шығарылымды арнағым келеді, себебі сетевой бизнеста өсу де көп, табыс та көп, сетевой бизнеста жеке бренд қалыптастыруда әбден мүмкін. Осы шығарылым арқылы сіз сетевой бизнестің маңыздылығы мен артықшылықтарын білетін боласыз. Өзіңіз сетевик болатын болсаңыз, командамен жұмыс құруды, осы сетевой компанияда жақсы жетістікке жетудің жолдарын меңгеріп шығасыз. Тіпті үйде отырған қаражатыңыз жоқ, осындай пассивті кіріс іздеген жан болсаңыз, сетевой бизнеске деген көзқарасыңыз өзгеретін болады. Жалпы сетевой бизнес бүгінде әлем бойынша миллиондаған адамның қаржылық еркіндікке жету жолы деп айтатын едім. Себебі шынымен де бұл жақта сен ешқандай табыс салмай, ешқандай ақша салмай кәсіп жасауға мүмкіндігің бар. Енді мен өзім әртүрлі сетевойда болып көрген жан ретінде, мен әр видеом өзімнің бір тәжірибем деп айтсам да болады. Мен 2017 жылы ма, 2018 жылы ма бір пирамидаға кіріп кеткенмін осы сетевой деп ойлап. Оны мен жазсам қазір көбі таниды, потому что менде Қазақстан бойынша 10 мың адам командама кіріп кеткен ғой. Мен оның пирамида екенін білмегенмін да. Сол кезде мен білдім, осындай бір адамды артынан жүргізетін, адамдарға түсіндіре алатын қабілетімнің бар екенін білдім да. Яғни мен бір жақсы қабілетімді дұрыс емес жаққа пайдаланғанмын. Пирамидаға кіріп кетіп, ол кезде 2019 жылы бөпемді босанып, ол пирамида болып, одан сондай бір проблемалар болған. Яғни бір сетевой бизнес пен пирамиданы айыру керек. Оның айырмашылығы неде? Пирамида артыңнан адам әкеле бересің, солған ғана ақша табасың. Ал сетевой бизнес дегеніміз, ол товары бар, ол товары пайдалы болу керек. Сен сол товарды қолданғаның үшін ақша аласың, және де сол қолдануға адамдар шақырғаның үшін ақша аласың да. Енді бұл жақта әртүрлі бір пәтуалар бар. Сетевой бизнес қара, болмайды, процент деген сияқты тағы да айта кететін жайт. Мен ешкімге мәжбүрлемеймін, ешкімге ешқандай бір кеңес айтпаймын. Өзімнің тәжірибеммен бөлісемін, әркім өзіне керекті жерлерін алып алса. Мүмкін менің бір әлі оған бір тақуалығым жетпей жатқан шығар, мен үшін дұға жасап қойсаңыздар егер де. Алдын ала айтып жатырмын ғой, сетевой бизнес деген сол көпшілік оны сетевой бизнес қиын, ол сенімсіз бизнес деп жатады да, бұл қате пікір дейтін едім. Себебі мен ол ақ жолдан кейін бірнеше сетевойларға кіріп жақсы табыстарға шықтым. NL, Algos, Essence деген компанияларда жасап жақсы жетістіктерге жеттім. Мен бір ай жарымның ішінде көлік деген статусқа жететінмін. Мен әр жерге бармасам да, енді мен өзім математик болғаннан кейін, және де мен өзім дамуда жүргесін, мына кәсіпкерлік мышление деп жатамыз ғой. Жалпы командамен жұмыс жасау деген дүниелерді білім алып жүргеннен кейін маған командамен жұмыс жасау, масштабтау қиын болмайды да. Сол үшін мен қандай сетевойға кірмейін жақсы бір жетістікке жеттім. Өзімнің тәжірибелермен сіздермен бөліскім келеді. Негізгі идеясы сетевой бизнестің бұл бизнесіңді масштабтау және командамен бірге дамуға негізделген жүйе ғой. Керемет мүмкіндік. Мен қазірдің өзінде бір сетевойда жасаймын. Мен осы ақ жолдан кейін сетевойға кірмесін деген, бірақ енді бұл өзіміздің қазақстандық желілік маркетингпен, тіпті классикалық маркетингпен жасалған желілік бизнес деп айтсам болады. Ол бір ешқандай құпия емес. SAP компаниясы. Бүгін мен сіздерге өзімнің осы сетевой бизнестегі тәжірибеммен бөлісем, сіз өзіңіз қандай бизнесте болсаңыз да қолдана аласыз. Өзімнің келінім Essence деген компаниялар жасайды да. Оның қарап маркетингін мен айта аламын. Так, Шакон, сен мына жерде тұрсың, мына статуста, саған осы статусқа жету үшін осындай дүниелерді жасасаң болды. Яғни бір пошагово ақпараттар беру арқылы мен екінші бір деңгейге жетуге көмектесе аламын. Мен енді менің өзім атам математик болған, өзім сабақты қызылға бітіргем, институтты қызылға бітіргем, осындай бір математикадан, маркетингтен, білім алуымнан, дамуымның арқасында жақсы бір қабілетім бар. Сол арқылы бірден маркетингке қараймын да мен айтамын, мынау қиын, мынау оңай деп. Енді білем, әртүрлі маркетингтер бар, қиын да маркетингтер бар, жеңіл де маркетингтер бар деп. Негізі сетевой бизнестің бір 5 артықшылығы, ол біріншіден инвестициясыз кәсіп бастайсыз. Любой адам үйде отырады да кәсіп бастай алады. Соның товарларын статус, сторис, чаттарына салып, сатып жүріп ақша таба алады. Екіншіден, ол тұрақты табыс, пассивті кіріс. Сен ай сайын мысалға бір өнім керек па, сол өнімді ай сайын қолданасың ба, соған ақша алып отырасың.
ай сайын сен тұрақты клиентің бар ма, ол тұтынушы болып жатыр ма, сен ол үшін де ақша алып отырасың да. Оның адам алған үшін де саған ақша түсіп тұрады. Бұндай бизнес ешкімде жоқ қой негізі. Және жеке даму мен көшбасшылық даму дағдыларын қалыптастырасың. Мен NL компаниясына жасаған кезде лидерларымнан сабақ алу арқылы жақсы бір жетістікке жеткем. Мен Альгис компаниясында осы қазақ аудиториясына қазақша осындай видеолар, түсіндірмелер жасап беру арқылы Қазақстан бойынша танылып кеткем. Осындай бір қолдаулар болады да, ол жақта тегін және командалық жұмыс арқылы табысыңды арттырасың. Яғни тек қана өзің жасап, жалғыздың шаң шықпас деген сияқты, жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаң шықпас деген сияқты, бұл жерде жалғыз қалып, не істейін деп отырмайсың, командамен бірге жүресің да. И бесінші артықшылық бұл өмір сапасын жақсарту. Яғни сен өзіңе қажетті сапалы өнімдерді тұтыну арқылы ақша табасың. Бұл жерде сен қаржылай тұрақтылыққа жетуді қалайтын болсаң, сетевой бизнестен қашпа деп айтатын едім. Наоборот, бір сетевой бизнес таңдап алып, сол жерде жақсы табыс табуға үлкен мүмкіндіктер бар. Және енді именно әр сетевойда білетін шығарса, білмейтін болсаңыздар айтайын, наставниктер әртүрлі білімдер береді ғой, командамен жұмыс жасау, өнімнің құндылығын жеткізу, оны айту, көрсету деген сияқты. Осы сетевой бизнестегі алғашқы қадамдар, егер сіз сетевой бизнесте бар болсаңыз, сетевой бизнеске кіргіңіз келіп жүрген жан болсаңыз, ең бірінші өнімге деген сенімді қалыптастыру, өнімді алып, қолданып көру. Себебі өнімді білмей жатып, өзгеге ұсыналмайсың, өнімді білмей жатып, сен айта алмайсың да, команда құра алмайсың. Екіншіден, компанияны және маркетингті терең зерттеу. Неге? Себебі компания туралы айтатын болу керек келген жанда, және маркетингті айту керексің. Мысалы, көбісі келеді да, мен 2 адам шақыру керектігін білмедім деп жатады да. Мен примерно айтып жатырмын. Болмаса, көбісі келеді да, мен сонда ай сайын өнім алып отыруым керек па деп білмей жатады. Осындай бір маркетингті білу керексіз. Үшіншіден, дұрыс аудиторияны анықтау. Сізге бұл өнім кімдерге керектігін анықтап алу керек. Мысалға, сіз жақсы бір бизнес офистарда отыратын жандарға барып сетевойдың товарын ұсынып көріңізші, не айтып тұрсың дейді да сізге. Мүмкін деп жатырмын. Мүмкін біз сияқты жақсы бір кәсіптері болса да, өзінің инвестор болса да, инвестициялық жобалары бар болса да, осы сетевой бизнес арқылы қосымша табыс табуға немесе өнім тұтынуға келісетін де жандар болуы мүмкін. Бірақ именно сіздің аудиторияңыз қай жерде екенін анықтау өте маңызды. Одан кейін команда құру және мотивация беру. Сен өзің үйде жатсаң, іріп-шіріп, ешкім ештеңе айта алмай, қолдана алмай, сен қалай біреуге жаса, ақша тап, мына жерде бар деп айта аласың да? Ең бастысы осы өзгеге мотивация бере алу, өзіңнің білетініңмен бөлісе алу. Және бесіншіден, енді жасалатын қадам күнделікті әрекет арқылы табысты арттыру. Яғни сенің мысалы компанияңда өзің қазір бар немесе кіргің келіп жүрген қаншалықты өнім бар, соны бөліп ал, күнделікті 3 өнімнен статусыңа қойып ақпараттар беріп отыру. Мысалы, жөтеліп жатсаң, осы оксид чайын іш, арықтағың келсе, матча іш, білмеймін, денсаулығыңды түзеткің келсе, тмин іш деген сияқты бір күнделікті бір артықшылықтарын айту арқылы табысыңды арттыру. Бұл просто алғашқы қадамдарда сетевойға келген кезде бір күнде жетістікке жетем деген нәрсе жоқ. Бұл жалпы адамның бір табысты болуы, кәсіпкер болуы, жетістікке жетуі күнделікті жасалған жылдар бойына әрекетінің жемісі деп білемін. Бүгін сіз осы видеоны көріп отырсыз ба? Ертең сіз табысты болып кетпеуіңіз мүмкін, бірақ алдағы уақытта осы білім сізге пайдасын тигізуі мүмкін да. Сол себепті бірден сатылымға қойып, статустарынан өнімі сатылмай қалды, немесе бірден адамдарға айтып, ол менің командама қосылмай қалды деп сағы суға келіп жатады. Көп адамдардың сондай болуы керек емес. Жай қадамдармен жақсы бір жетістікке жетуге болады. Ал енді именно осы сетевой бизнесқа кірген кезде көп адамдар қателіктер жібереді. Ол қандай қателіктер? Біріншіден, жүйесі жұмыс жасау. Екіншіден, тек ақша табуды ойлау, өзінің қара басын былайша айтқанда, Айгүл кір 50 мыңға товар ал депші. Өзі сол адамнан мысалы 5 мың теңге алайын тұрады да. Командаға дұрыс мотивация бермеу. Мысалға, мен өзім қалай жасаймын? Мен осы компанияларға барып сабақ өткіземін ғой. Сол кезде мен ол компанияларға айтамын. Мен өзім командама былай жасаймын. Мен 1 миллион айлық алдым ба, 10% мен командама таратамын. Лидерларыма берем. Саған алтын, саған сыйлық, саған ақшалай, саған сертификат, саған спа. Неге? Потому что солар менің айтқанымды тыңдаған үшін, солар менің айтқанымды жасаған үшін мен осындай айлыққа шықтым. Сол үшін командаға дұрыс мотивация беру керексіз. Ол ақшалай болмауы мүмкін, ол мен сияқты сыйлық болмауы мүмкін, ол бір айтылған сөз болуы мүмкін. Ол бір Айнұр рахмет деп айтылған сөз болуы мүмкін да.
Одан кейін өнімдер туралы толық ақпаратты білмеу, өзі білмей жатып тімен шеш деп айту. Ол сосын керісі сұрақ қояды ғой, тімен не үшін пайдалы десе болды, осы жерден не бітеді да, ары қарата сөйлесу бітеді. Неге? Себебі өзі өнім туралы білмейді. Және де өзіндік бренд қалыптастырмау. Енді көптеген сетевиктерді білемін мен. Мысалға бізге недавно бір TikTok стриммен сатуды үйренгісі келетін эксперт келді. Ерсак деген компанияның 15 жылдық стажы бар, ең үлкен бір жоғары статусына жеткен ханым, Алия ханым. Сол Алия ханымның қателігі ол жеке бренд қалыптастырмауында. Оның астында 10 мың, 20 мың адам бар, бірақ оның жеке бренді қалыптаспағанда. Ал сіз жеке бренд қалыптастыруға арқылы команданы жақсы құруға, тез құруға мүмкіндігіңіз болады. Көп адамдар осы сетевой бизнесте именно осы әдістерді қолданбаған үшін жетістікке жетпей жатады. Қателік болып жатады дәл осы жерден. Ал енді жетістікке жету үшін, жақсы нәтиже көру үшін бұл қателіктерді жібермеу керексіздер. Бұл енді жалпы бір сетевой бизнеста нақты өзінің маркетингімен жүру керексіз ғой. Одан бөлек те формулалар бар. Сіздер ескеру керек формулаларда. Біріншіден, сапалы өнімдермен танысу және клиентке пайдасын түсіндіру. Бірден, мысалға, жөтелмей жүрген адамға барып сен окси чайын іш демейсің ғой. Яғни жөтеліп жүрген адамға ғана сол өнімді ұсынасың, арықтағысы келіп жүрген адамға ғана арықтайтын өнімді ұсынасың деген сияқты. Одан кейін өзіңіздің жеке брендіңізді дамыту. Бұл осы именно сетевойда, желілік маркетингте сіздің табысқа жету формулаңыз. Өзіңіздің жеке брендіңізді міндетті түрде қалыптастырыңыз. Жаңа серіктестерді тарту және оларды оқыту. Білгеніңізбен бөлісуден қашпаңыз. Мен командама келема, мен өзім тұлғалық даму бойынша, жеке бренд бойынша, кәсіп бастау бойынша, сату бойынша, маркетинг бойынша не білем, мен командамды жан-жақты оқытуға тырысамын. Ол келіп, сынып қалмас үшін, ол келіп бір өнімді сата алмай, құлап қалмас үшін, тастап кетпес үшін да. Және де команданы қолдау, мотивация беру. Бұл нақты сіздің осы сетевой бизнесте жетістікке жетуіңіздің формуласы. Бұл формуланы жасамайтын болсаңыздар, желілік бизнестен табыс күтпей қойыңыздар. Бұл бір просто үйде жатып алып жасайтын нәрсе емес. Келесі, өнімдер мен бизнес модельді масштабтау. Яғни біз осы сетевой бизнесте масштабқа шығуды ойлауымыз керек қой. Сен әркез адамға келіп, айтып, әркез сол чатқа отырып, бүкіл өміріңді сетевой бизнеске арнамау керексің. Сен жүйені қалыптастырасың, сол жүйені масштабқа жасап, сол жүйені басқарып отыратын маман болу керексің. Сол кезде сетевой бизнес саған нақты және тұрақты табыс әкеліп отыратын болады. Сетевой бизнесті жүргізудің заманауи әдістерімен бөлсеңші, формуласынан бөлек мынандай әдістер бар. Әлеуметтік желілерді пайдалану. Алия ханымның қателігі бұл әлеуметтік желіні пайдаланбады, жеке бренд қалыптастырмады. Вот сондай бір қателіктер жібермеу керексіздер. TikTok пен Instagramда контент жасау. Өзіңнің өнімің туралы, клиенттеріңнің пікірлері туралы, компанияң туралы, өзің туралы айту, жеткізу. Осындай әртүрлі мастер-класстар онлайн, офлайн түрде ұйымдастыру, тікелей эфирлерге шығып айту, ақпарат беру, мынандай қауымдастық қалыптастыру, нетворкинг ұйымдастыру деген сияқты түсінгісі келетін, ақпарат алғысы келетін қыздарды жинау, қыз-келіншектерді және цифрлық құралдарды қолдану. Енді әлеуметтік желілер арқылы жүргізбесең, сетевой бизнесті бұл сенің күшің бір ай, 2 ай, көп болса 1 жылға жетуі мүмкін. Ал әлеуметтік желіде танылу арқылы сен осы бизнесіңді дамытып, үлкен команда құруға мүмкіндігің болады. Бізде қазір көптеген клиенттер қайда? Көптеген клиенттер TikTokта, Instagramда. Ал оғы жаққа шықпайтын болсақ, масштабты, үлкен статусты, жақсы бір жетістікті ойламауға да болады. Дұрыс контент жасамайтын болсаңыз, аудиториямен байланыс орнатпайтын болсаңыз, клиенттермен кері байланыс жасамайтын болсаңыз, сетевой бизнесте табыс жоқ. Нақты сізге керегі маркетингті жаттау, өнімнің құндылығын білу, оны тек қана командаңа емес, оны әлеуметтік желіде шығып, айтып, бөлісу. Және ол уақытты зая кетті демеу. Мүмкін бір адам сенің осы ақпаратыңды 1 ай тыңдап жүріп сен командаңа қосылуы мүмкін. Мүмкін бір адам 1 жыл тыңдап жүріп сен командаңа қосылуы мүмкін. Бұл сетевой бизнестегі бір ғана ключевой момент, сен өзің осы бизнестен кетіп қалмау. Өзің осы өнімді тұрақты қолдану. Болды, сенде ешкімге шарт болмасын. Менің командама адам келмеді деп, келген адам жасамады деп, өнімін пайдаланбады деп, оны сатпады деген шарт болмасын. Өзің іш, өзің пайдалан, ақпаратты бөлісе бер, болды. Дәл осы қадамдар арқылы сіздер кез келген сетевой бизнесте жақсы табысқа жете аласыздар. Енді
Жалпы бұл каналымда өзімнің тәжірибелеріммен бөлісіп жатырмын ғой. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп отырыңыздар. Мен сетевой бизнесті қаржылай тәуелсіздікке жетудің нақты бір жолы деп қалыптастырамын. Сол үшін сіздермен бөлісіп жатырмын. Қазіргі енді заманда сетевоймен жұмыс жасайтын адамдар өте көп қой. Соның бір жанға пайдам тисін деген ниетте. Ал енді біздің дәстүр бойынша каналдың спонсоры Queen Life компаниясынан сыйлығымыз бар. Ол үшін каналға тіркелген болу керексіз, лайк басып, комментарий жазу керексіз, және сол өзіңіздің алған инсайтыңызды алғаш болып сторисіңізде бөлісіп, осы сілтемені белгілеп, Queen Гүлзок парақшасын белгілейтін болсаңыз, алғашқы 3 жанға Queen Life өнімдерін сыйға тартатын боламыз.